Бірінші тапсырма. Look at the photos and choose 6 words that you can use to describe the building. Then read, listen, and check your answers. Суреттерге қараңыз, және де ғимаратты сипаттай алатындай 6 сөзді таңдаңыз. Сосын оқыңыз, тыңдаңыз және жауаптарыңызды тексеріңіз. Lift, museum, музей, stairs, баспалдақ, lake, көл, desert, шөл, skyscraper, көп қабатты үй, mountains, таулар, modern, заманауи. Мына суреттер берілген екен. Бұл суреттерді сипаттауға келетін 6 сөз таңдауымыз керек. Бізде 8 сөз берілген. Lift, бар. Museum, жоқ. Stairs, баспалдақ әрине бар. Lake, көл, бар. Desert, бұлар шөлде орналасқан. Skyscraper, көп қабатты үйлер, яғни небоскреб. Екінші суретіміз небоскреб, сондықтан келеді сипаттауға. Mountains, таулар жоқ. Modern, заманауи. Бұл ғимараттарды заманауи деуге келеді. Яғни museum және mountains'дан басқа 6 сөз сипаттауға дұрыс келеді екен. Берілген мәтінімізді оқып шығайық. City in the sky, аспандағы қала. Dubai in the United Arab Emirates is different from other cities. Дубай Біріккен Араб Әмірлігінде басқа қалалардан ерекше. Is the city of glass skyscrapers in the desert. Бұл шөлде орналасқан, шыныдан жасалған көп қабатты ғимараттан тұратын қала. One of these is enormous. Солардан бірі өте үлкен. It's the incredible Burj Khalifa skyscraper. Бұл керемет Бурдж Халифа көп қабатты ғимараты. It is 828 meters high and has got more than 160 floors. Бұл 828 метр биіктікте орналасқан және 160-тан астам қабаты бар. You can see it from about 100 kilometers away. Сіз бұл ғимаратты 100 километр алыстан көре аласыз. The temperature in the desert is sometimes 50 degrees, but it's cool inside this modern building. Шөлде ауа райы 50 градусқа дейін көтеріледі, алайда бұл заманауи ғимараттың ішінде салқын. This amazing skyscraper is large enough for 25,000 people. Бұл таңғаларлық ғимарат жеткілікті дәрежеде үлкен және 25,000 адамға арналған. It has got a luxury hotel, offices, restaurants, fantastic swimming pools, libraries, a gym, and 900 expensive flats. Бұл ғимаратта сәнді қонақ үй, офистер, ресторандар, керемет бассейндер, кітапханалар, спортзал және 900 қымбат пәтерлер бар. From the visitor area on the 124th floor, the cars in the streets below are tiny. Қонақтарға арналған жерден, яғни 124-ші қабаттан көшеде орналасқан көліктер өте кішкентай болып көрінеді. The tower has got 57 very fast lifts, but there are also lots of stairs if you have got lots of energy. Ғимаратта 57 өте жылдам лифттер бар, алайда баспалдақтарда өте көп, егерде күшіңіз өте көп болса. Burj Khalifa neighborhood is also a good place to live. Бурдж Халифа аумағы тұруға өте қолайлы жер. There are parks and a large lake near the skyscraper.
Ғимараттың жанында парктер және үлкен көл орналасқан. In addition, there is a big shopping center next to it, so you have everything you need nearby. Оған қоса, ғимараттың жанында үлкен сауда орталығы бар. Сондықтан сізге керекті жерлердің барлығы жанында бар. Екінші тапсырма. Read the text again and write true or false. Correct the false sentences. Мәтінді тағы бір рет оқып шығыңыз және берілген сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаңыз. Бұрыс сөйлемдерді дұрыстаңыз. Біріншісі. The Burj Khalifa skyscraper is 100 kilometers away from Dubai. It's false because you can see it from about 100 kilometers away. And it's situated in Dubai. Екіншісі, the skyscraper is a very old building. It's false because the skyscraper is a modern. Үшіншісі, there are 800 flats in the skyscraper. It's false because there are 900 flats in the skyscraper. Төртіншісі, there is a place for visitors on floor 124. It's true sentence. Бесіншісі, the lifts in the tower are quite slow. It's false because the lifts in the tower are very fast. Үшінші тапсырма. Find the plural forms of these words in the text. When do we form a plural with IES? Мына берілген сөздердің көпше түрін мәтіннен табыңыз және қай кезде IES көптік жалғауы жалғанатынын айтыңыз. Offices, cities, flats, parks, streets, libraries. Сөз Y әрпіне аяқталған кезде IES көптік жалғауы жалғанады. Төртінші тапсырма. What do these adjectives describe? Find them in the text and check. Мына сын есімдер нені сипаттайды? Оны мәтіннен табыңыз және тексеріңіз. Amazing skyscraper. Luxury hotels. Enormous building. Incredible Burj Khalifa skyscraper. Fantastic place. Tiny cars. Fast lifts. Бесінші тапсырма. Ask and answer the questions. Сұраңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрағымыз. Is the Burj Khalifa a good place to live? Yes, it is because you have everything you need nearby. Екінші сұрақ. Would you like to live in it? Why? Why not? Yes, I would like to live in it because it's a modern building. Үшінші сұрақ. Are there any interesting buildings in your town? Hotel Kazakhstan is an interesting building in Almaty. Төртіншісі. Is there a shopping center in your neighborhood? Han Shatir is one of the largest shopping and entertainment centers. Бесінші сұрақ. How many parks are there? There are 30 big parks in Almaty. Алтыншы сұрақ. What are your favorite places? My favorite place is the park of the first president in Almaty. Бірінші тапсырма. Complete the questions from exercise 5 on page 94. Then match the questions with answers A to C. 94-ші бетте берілген 5-ші тапсырмадағы сұрақтарды толтырыңыз және жауаптармен сәйкестіріңіз. Are there any interesting buildings? How many parks are there?
Is there a shopping center? Бірінші сұраққа жауап yes, there are, яғни B. Екінші сұраққа жауап A, 3. Үшінші сұраққа жауап no, there isn't. Екінші тапсырма choose the correct answers. Rules, ережелер. We use any in questions. The second, we use yes, there is and no, there isn't with singular nouns. Üçüncüsü, we use yes, there are, no, they aren't with plural nouns. Üçüncü тапсырма complete the questions with is there, are there. Then ask and answer with a partner. Give short answers. Сұрақтарды is there және are there сөздерімен толықтырыңыз. Сұрақтар қойыңыз және сұрақтарға досыңызбен бірге жауап беріңіз. Біріншісі, is there a park or garden in your town? Yes, there is. Екіншісі, are there any old buildings in your town? Yes, there are. Üçüncüsü, are there any mountains near your town? Yes, there are. Is there a river in your town? Yes, there is. Beşincisi, are there any places for young people where you live? No, there aren't. Altıncısı, are there any shops near your school? Yes, there are. How many restaurants are there in your town? There are 10 restaurants. Және соңғы сұрағымыз, how many houses are there in your street? There are 15 houses. Төртінші тапсырма, put the key phrases in order. Кілтті фразаларды рет-ретімен қойып шығамыз. Мысалы, заттың жоқ екенін көрсету үшін біз no деп айтамыз. Бір ғана затты көрсету үшін айтамыз only one деп. Бір немесе екі заттың бар екенін көрсету үшін one or two деп айтамыз. Көп заттың бар екенін білдіру үшін a lot of деп айтамыз. Тым көп заттың бар екенін көрсету үшін біз loads of деп қолданамыз. Бесінші тапсырма, think about your ideal place to live. Is it a town or a village? Write 6 sentences with there is, there are, and the key phrases in exercise 4. Use the phrases in the box and your own ideas. Өзіңіз тұрғыңыз келетін, кемшілігі жоқ, жер туралы ойлаңыз және бұл қалашық па әлде ауыл ма? There is, there are конструкциясын және төртінші тапсырмада берілген кілтті сөздерді қолдана отырып 6 сөйлем жазыңыз. Төменде берілген сөздерді және өзіңіздің ойыңызды қоса отырып құрастырыңыз. Мысалы, in my ideal place to live, there are no factories. Менің тұратын кемшіліксіз жерімде ешқандай фабрикалар жоқ. Тағы да басқа мысал ретінде берілген сөйлемдерді көріп шығайық. Бірінші сөйлем. There is a big shopping center in my town. There are no old buildings in the town. There are a lot of big forests. There is a skateboard park in my ideal town. There is only one river. There are loads of parks in the town. Алтыншы тапсырма. Ask your partner about their ideal place to live. How many of your ideas are the same? Use is there, are there, and how many, and your own ideas in exercise 5. Жұптық жұмыс досыңыздан оның тұрғысы келетін кемшіліксіз
қалашығы немесе ауылы туралы сұраңыз және оның неше сөйлемі сіздікімен бірдей. Сұрақтарды is there, are there, how many мен бастап қойыңыз және сұрақтарға қысқа да нұсқа жауап беріңіз. Төменде мысал ретінде сөйлемдер берілген. Мысалға, My ideal place to live is a small town. Is there a skateboard park in your ideal town? Yes, there is. Осы секілді сұрақтар қою арқылы және қысқа жауаптар беру арқылы тапсырманы орындау қажет.